Қайырлы күн достар, баршаңызға бүгін сіздермен өте дәмді ыстық тағам ретінде окорочкамен тамақ жасаймын. Осы рецептімен жасасаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Алдымен окорочкаларымыздың бәрін жақсылап бөліктерге бөліп, жақсылап жуып алдым. Осылай кепчігімізді, майонезімізді салып, қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымызды салып, менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады. Осылай үйдегі барлық қандай приправа болса салсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын жаңа окорочкамыздың үстіне жағып шығамыз. Жақсылап араластырып. Өте дәмді болып шығады. Кешкі тамаққа сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Осылай чесногымызды майдалап турап, пиязымызды да майдалап тураймыз. Осылай пиязымызды турап, барлығын бір араластырып жібереміз. Осылай жақсылап араластырып, үстін жарты сағатқа немесе 1 сағатқа мариновать етіп қойдым. Үстін жауып, картошкаларымызды ашып, осылай бір келкі қылып турап алдым. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Балдарыңыз сүйсініп жейді. Осылай дайын болған мариновать етіп қойған неміздің үстіне барлығын окорочкамыздың үстіне салып алдым. Осылай жақсылап араластырып, табамызға барлығын жайып бір келкі етіп жайып аламыз. Барлығын осылай жайып алдым. 200 градус пеште пісіріп алдым. Міне дайын болған асымыз, кешкі асымыз. Сіздер де жасап көріңіздер.